Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Видеоны көре отырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің құрағымызға осындай екі өлшемдегі квадраттар керек. Кіші өлшемдегіден 8 данасы керек болады. Екі түстен, үлкенінен 2 дана керек болады. Ең алдымен ортасын сызып аламыз. Қазір осы сызықтың екі жағын тігеміз. Мына төртбұрыш квадраттарымызды да барлығын осылай ортасынан сызып аламыз. Барлығын сызып аламыз. Міне барлығын осылай сызып алдық. Енді екі матаны бір-біріне беттестіріп қойып, тігіп шығамыз. Мына сызықтың екі жағымен тігіп шығамыз. Енді осы сызық бойынша қиып шығамыз. Сол кезде бізде осындай квадраттар шығады. Кіші маталарымыздың осындай квадраттар шығады. Осылай барлығын тігіп аламыз. Ал міне маталарымыздың барлығын тігіп алдық. Енді орналастырып тігуге дайындаймыз. Дәл осылай екі үлкенімізді осылай қоямыз. Сосын мына кіші бөліктерін қойып шығамыз. Міне осы кезде осындай көк маталарымыздың барлығы үстіңгі бөлігінде тұратын болады. Ал енді тігіп бастаймыз. Мына кіші бөліктерді, квадраттарды бірінші тігіп аламыз.
Енді мына бөлігінде дәл осылай тігіп аламыз. Енді келесі бізде мына екі бөлігін қосып тігеміз. Сосын мына екеуін тігіп, осылай біздің құрағымыз дайын болады. Міне біздің құрағымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Тігіп көріңіздер, және де каналыма жазылып қойыңыздар.